Ықсас вақалар ақы тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Ленуза Бурсеитова чалышам. Қайырлы ақшамдар. Сақ районында қанунсыз шекілде пара топлаған ве топрақ сатқаны үшін яқаланған адам дача қайық кооперативінің рейсі екен. Бұқта Мескен коммуналь хожалық меселелері бойынша мұжавереде Сергей Аксенов хабер етті. Кооперативінің рейсі яқалануы аққында Жұмхуриет елбасшысы евелері іштимаи ағларда язған еді. Сақ районында сайыл бойларында құручылық вазиеті пек керген. Там участки земли стоят больших денег. Анда топрақ дамарталарының фиаты палыжа атты қасабаларда. Сақ районы толы шекілде құрылды. Бұл ершені йоқ етудір. Башқа жайтып оламайым. МВД хадимлері сақ олсынлар. Нептун кооперативінің рейсі яқаланды ве бұ доғры. Бұл ерлеріні сатқанлар. Ялыда 5 гектар ерні запт еткенлер ве бір кімсе көрмеген. Не мемориет елбасшысы, не де вазифедар шақыслар бір кімсе бір шей білмей ве білмеге істемей. Егер анда ялыда бір евні тіклемеге имкан берілсе, сыпырыжелер айырылсын. Пара етішмеймі? Кімер қасабаларға кіргенде көріне мұсафырханелер янында Москвада біле олмаған машиналар тұра. Devlet Дума сайлауларында иштирак етмек істегіні вице-премьер Назиры Бөлдары Париза язды. Кезлевнің бір мандатлы бөлгесі весиқаларыны тешкерген соң, Қырым Жұмхуриеті Назирлер Шурасының рейс муавины Евгений Кабанов ресми шекілде мебус намзеті олажақ. Білгілерімі федераль севиеде бізім Жұмхуриетіміз үшін қырымлылар үшін баяғы чоқча иш япабылы жегімі дуям. Бұны япып олажағымда еминім. Өз ішімі бойлы аңлайышлы блок шекілде тізечем. Бұл құрыжылық, нақлият, малия айрылығы колеміні арттырудыр. Краснознаменка койының медениет евы 2023 сене капиталь шекілде тамир етірейджек. Чонрав койындегі екі қатлы мектеп бинасының оқ тарафыны есе енді яңы пенжерелер ве қапылар яраштыра. Курман районының иштимаи инфраструктурасы бойле шекілде модернизация етіле. Қырымның чөл тарафларында кой қожалық аққында да ұнытмадылар. 2020 сене боғдай ве бақла асыраған мойселерден бары 41 миллион рублелік келер әлде етті. Бұақта Эльмаса Блакимова тариф еті. Дует в окна. Плохие рамы. Пенжерелерден ел уфре пенжере рамалары ярамай етрафта ерше ештіле. Бұ ерде çalışmak қиын. Өз ешеріні Краснознаменка койынде медениет евнын мудиры бойле тасвир етте бинайысқы о кечкен асырның 8-ні сенелері құрылған еді. Капиталь тамират олмады, қыштамында суық, көзде есе дымлық. Не есенев, не де мебель бар. Следующая проблема наша зона. Нөбеттегі меселеміз зонамыз бұ. Мұна бақыңыз дамдан су насылақа еді. Енді епсі кабинетлерде бойле диварлар. Мердивенлерден ескірген аятлардан кечіп, серджелер залына кіріле. 400 ер шымды бош тұра. Это же наша жизнь, центр. Бұл бізім яшайшымыз мерkezimiz, медениет меркезі. Концертлер, топлашулар әр шей мұнда кече. Байрамларны мында тек 2 елдан сон кечірмек мүмкін олар. Жұмхури адрес инвестицион программы бойынша тамиратқа 28 миллион рубле айырылды ве Краснознаменка клубы беклев режимінде тұрған вақыт Чонрав көйінде мектеп ве бала бақшасында ішлер екінлеті. Маңа келпеден беріңіз. Işçiler elektrik kalkanlarını toplaylar, divarlarını tegizleyler, plitka aralarını tolduralar. Keçken sene kapul pençereler yerleştirildi, bugün işler aşkane tedbirler zalında ve sport zalda alıp barıla. Здесь были полностью демонтированы. Бұл ерде епісі диварлар, таван демонтаж етілді. Ерші яңыдан құрылды. Яғни біз сізнен шымды яңы ерден кетеміз. Қапламаны тек тегізлемек керек. Диварлар бояланды, уфақ түфек ішлер қалды. Таван япылды, азыр. Контракт бойынша бұйық тамиратны августның орталарында екінлейджеклер сентябрның 1-інде чансиясы яңғырajak. Құрман районның иқтисадиетінде көй қожалығы мұйым ерде тұра. Табылды көйе еткечілерден бұры. Ерлі мұйсесе боғдай, мысыр боғдай, күнайлан ве дегер өсімліклер асыравынен оғраша. Берекетіміз бір қарар яқшы. Бүгін мөйсесе Қырым Девлет Шурасының рейсі Владимир Константиновны қаршылай парламентарий хадимлерінен қонуша кой қожалық сасы Құрман районында бірінші ерде тұрғанларындан бұрыдар. Біз мұнда соңғы сефер келгеніміз кібі чоқшеден мен керчек айтсам, атта бұл мой сені танымадым, ойын кешаф ете. Бұл біз үшін ве әкімет үшін не демек? Оптимизм ве ярынки күнде еменлік, базарның яқшы конъюнктурасы. 2 ел евелсі ұрлық заводы чалышып башлады, 2020 сене мөйсесе 41 миллион рубле келер әлде етті. Емде бұ ерде орта қарарда 13 адам чалыша.
Bir sata zavod 10 tonna mahsulat istisali te qiyoslama qilishun eski donatmalarda bu ise 1-2 tonna edi. Seleksion urluq merkezinin kuchi Cumhuriyetning ehtiyojini 75%ga o'dayjak. Elmas Ibragimova ve Vitaliy Golubev millet uchun Qurman rayoni. Судаққа яқын Савуқ сала көйіндегі хавус әнді құра біле. 2 ел девамында ерлі сакенлер таби су мен басыны сақлап қалмаға тырышалар. Шақси үш адамы есе бүгінге же 40-тан зияде гектар бақчаларыны суара. Емде оның суаруға рұқсеті бар. Савуқ сала көйінің сакенлері экология назірлігіне ве прокуратураға мұражат еттілер. Нәтижелер ақында бізім Левхамас. Кечкен сәне алған құрғақлықтан гөлде су севиясы 1,5 метрге эксілді. Бұл себептен хавuz толы шекелде құрып, йоқ олмасы мүмкін еді. Суық сала койының сәкенлері экология назірлігіне ярдым сұрап мұражат еттілер. Инспекторлар о ерде дерал еті бардылар ве 5 бозымны қайт еттілер. Бақчалар сайбыне мемури месулетлік ақында акт зілді. План тізілді, шымды бір шекілде лимит қойылмасын деп тек керек олған суф колеміні құланмақ дегілді. Тыйнақны кележекте ғайрыдан теклемек бойынша планлар тізілді. Ерлі сәкенлерінің сөзлеріне көре, язлық яғмұрдан соң хавузда су севесі баяғы көтералды. Бақчаларының сайбы ве су сала койының сәкенлері меселені чезмек үшін судақ мемориеті бинасында көрішув кечірділер. Экологик талақалар кечірілігі. Өз күчілерімізден абаданлашуф ішлеріні кечірмек кереклігіні анлав, бір капитал хоружылықсыз. Топлашувда қайт еттілер ке бірінші нөбетте гөл кімнің олғаныны білгілемек керек. Хавузны лайдан ве чамурдан темізлемек ве әлбетте насыл севейде суны чекіп чықармақ мүмкін олмағаны қайт етмелі. Күнделік сыварылып тыйнаққа зарар кетірілмесін деп. Тедбірлер қысқа мүддетте амелге кечірілежек. Бұндан ғайры анлаштық ки, суық сала көйінде бұл суф объектіні хавсызлық зонасындан шығармаған же, жемаатчылық ве экология назірлігін векіллері мемориетінен бераберлікте систем шекілде көрішулер кечірежеклер. Яқын вақытта екі тарафның векелері кенеде топлашув кечірілежеклер епсі суайлеріні судақ шерінің прокуратура идаресі контроль еті. Эльмас Иблакимова, Севиля Миметова, Арсен Фукала, милет үшін судақ. Не лаф еті, не бұрши хатырлай. Если башлы адамның фоторесімі ве туғанларыны тапмақ режасы епсі аяғларда дарқалды. Бір ай евелсі о инсульт хасталығы или Қурман районының хастаханесіне тұшты. Сабина Дениева бұл кіші ақында малюмат топламаға тұрышты. Шавкат турнын тек бір весиқасы бар. Ер кіші оны көстере. Бір ай евелсі Ақмежит вокзалындан оны инсульт или ажилет тебе ярдым машинасында Буйконла район хастаханесіне еткізділер. О біршені хатырламай, ве айтачығыны зорден анлата. Тек бұл қырмызы шадетнамеде языла ки Шавкат тур гөнілі еді ве милосердие адлы Хайрия фондының азасы еді. Бұле етіп, біз оның соядыны ве адыны білдік. 1960. 1960. Сіз бала едіңіз ме? Сіз 60-ші сене доғдыңыз ма? Ер кіші ер шейні ешіте амалав етіп оламай. Онын тек бөле ишмар етіп, кеғыт ве қалем ярдымынен қонышмақ мүмкін. Субедева мұнда у ақярда доғаны беле олды. Бізін қонышқан вақыт ер кіші 1978-сіне ордуға чығырылғаны қатырлай. Анда о 2 ел хизмет етті хастаханеге. Түшкен вақыт оның янында туристик чанта бар еді. Здесь мы вот видим вас прямо... Сізін чантаңыз ақықай туристлерінің чантасына ошай сияхат үшін әр шей бар еді. Шақси хорчалав васталары керекли шейлер. Шымды bu адам энди түзеле ата. Bundan son ne olacağını, ne yapacaklarını tibi xadimler bilmeyler. Politsiya xadimlerinin malumatına göre onların bazısında böyle vatandaş yok. 160-ға 90 қан басымы еле бізге еткізілді. Диагнозы гипертония хасталығы. Терапия бөлігіне еткізілді. Оның сақ тарафлы гемопарезі бар. Яғни сақ әлі аяғы зорнен қыбырдай ве олаф етмей. Хастаханеде Шавкат турны даими яшайыш ері олмаған адам кібі ресмилештірділер. Тібейділер оның ақта тек яқшы сөзлер айталар. Опек мұқай, тейміз, мераметлі, бізге ярдым әте, ақықы бізім ярдымжымыз. Шавкат тур бізім ярдымызға мұқтач. Оны бір вақыт көрген, яда білгенлер, оның достлары, яда яқынлары мойым нетежеге кеттірген себепче ола біле. Тек бұсене дыпамында Лиза Алерт адлы араштыржы құртаруф отрядының малюматына көре, адамлар жойылы ақында ажиле баға 300-ге яқын мұражат келді. Егер сіз адам ғайып болды деп түшінсеңіз, ве бұ сізін туғаныңыз олса, сіз полицияға ариза языңыз. Бұндан соң бірден 112 номерасы бойынша мұражат етіңіз, ве
әжеле баға телефон ача білесіз. Бізде адамның ғайып олған туғанларны қыдырған вақыт бойле япамыз. Яғни сізге адам рас келсе ве о кім олғанını білмесе, яда хастаханеге түшсе, Лиза алерт әжеле бағына ве полицияға мұражат етіңіз. Енді шымды біз береберлікті интернетте репостлар или Шавкат Ағанин таныш олғанларны таптық. Олардан бірі Юрий Абазенко. О, бұл адам ярдымға мұқтач олғаны ақында язды. И откликнулась одна... Бір қыз сесленді, о, мен Букышинен реабилитацион меркезде бұлынған егітні білем деді. Мен онен бағландым, оны білейкен, олар анда берабер бұлынғанлар. Мен о меркез мудирінің телефон номерасыны сұрадым. Бағландық, о, бұ меркезде 3 ел яшаған, ама 3 ай евелсі шейлеріні топлап кеткен. Маңа айтқанлары кібі оны 3-4 ел евелсі пек дөггенлер, ве бұ себептен о инсультқа оғраған. Құрман районында эсли башлы ватандашларға ве сақатларға ичтимый қызмет көстерген меркезін хадымлері Шавкат Турға ярдым көстережеклер. Центры активно взаимодействуют с... Меркез ішкі ішлерін әзірлігінен, чешіт болюклернен, тибби тешкелатларнен, нефаха фондынен іш бірлікте фаал шекілде чалыша. Бойлы адамларының весихаларыны ғайрыдан тіклемеге ярдым етілі. Егер бұ адам эсли башлы яда сақат олса, весихалар ресмелештірілген вақыт, оны иштимай туз ташыған стационар муэссеге ерлештірелер. Ел ғайып олған адамларының жедвелене юзлерже соят қошыла. Егер 5 ел девамында адамны тапмасалар, оны өлген деп таныйлар. Ама кемереде адамлар сақ тапыла. Хастахане хадымлері бұл адамның туғанлары, яда танышлары тапылыр деген үмітті. Малюматны тарқатмаға риджа етілер. Сабина Дениева, Максим Голубев, Дмитрий Низовой. Милет үшін, Құрман районы. Ахмеджитекі қан меркезі донорларны қыдыра. Тәтелер деварынде қан едеклері азайды. Язда курорт мевсімінде қазаларының сайысы еп арта. Шу себептен хастаханелер чоқча қан масраф етелер. Хусусан менфи резус фактореле. Мевзуна Айша Шулакова девам ете. Александр Козлов енді 37 кере қан тапшыра. Бүгін келуі айрыла. О қаныны плазмаға тапшыра. Дамардан алынған қан кичік порцияларынан аппаратқа келіп еті. Анда қан плазмасы айрыла, қалған элементлер ісе донорға кері қайтарыла. Процедура 40 даққа девам еті. Дайыма месаджылар келе. Менің қаным хаста адамға, кичік балаға керек олғаны ве ярдым еткені пек қуанчлы. Яралар, амелиятлар, ағыр доғывлар, онкология хасталықлары қазалар. Қан қойылығы адамларының жаныны құртармаға ярдым еті. Язда қан едеклері азлаша, бұратлық ветатиллер девара. Донорларының сайысы күнде 80-ден 50-ге жексілі. Бұ белі олмаса да Қырымда ендік донор қаны етішмемеслігі дойыла. Бүгінгі күнге бұл епісі едеклер. Бірінші, екінші менфи резус группалары хасталарға пек керек. Біз бірінші группа менфи резус фактор. Екінші группаның эритроцит массасында мұқтажымыз. Коронавирусқа қаршы ашы япмаға істегенлерге меркезінің мутихасыслары ашыламадан 2 апта евел қан тапшырмаға тевсие етелер. Яда екінші компонентінің япылудан бір ай кечкен сон. Бүгінгі күнде бізде бірінші ве екінші группа менфи резус факторының керген етішімізлігі пейда олды. Қырымның тиби мөсеслерінде екінші группа менфи қан компонентлерінде он хаста мұқтач. Меркезінің хадимлері Қырым сәкинлеріні донорлық әрекетінде фаал иштирак етмеге давет етелер. Оларының қаны бүгін яшамаға ве жаныны құртармаға тырышқан адамларға ярдым ете біле. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Милет үшін. Маскалар, антисептиклер, сертификатлар ве дезинфекция журналлары. Ахмеджит мемориятының хадимлері тижари меркезінің içінде çalışқан тюканларда, кавехане ве ресторанларда қавсызлық чарелері риайет етілуі бойынша мониторинг кечірділер. Бозулар ве жеза ақында біздің мұхбирлеріміздің малиматы. На каждого должен быть Бір кішіге градусник олмалы, сояды yazılmalı, оларны иләжламақ керек. Градусник, антисептик ве маска. Бу энди әрбір тижари ноқтада алышықлы шейлер олып қалды. Александр Соловьев китап тюканында уйкен сатыжы. Оның бөлігіне тешкережелер энди чоқ керекелделер. Бүгін бозывлар yok. Протоколда тек уфақ түфек қайтлар yazılды. Санитар хавсызлық чарелері риайет етілівіне тюканда бұйық диккат айралар. Еркездің sıcағы мұтлақа өлченіле. Термометр көстергенлері епісі журналға yazıла. Бір шей олса, sıcақ көтерілсе, яда бір шей хадим іштен қайтарыла.
Мутихассызлар айтканларына көре сықалда бозулар жема ташап ичкен ерлерде раст келе. Мисал оларақ, бұл хавеханеде кечкен тешкеру вақытында масалар арасында хавсызлық месафесі қалдырылмаған еді. Енді эпсі қайтлар түзетілген. Масалар арасында резерв етілген кыбы сынырлар қойдық, яғни енді оларның арасы 1,5 метр. Мұсафірлер отырмақ ясақ етілгеніні аңламалары үшін диванларны өтке чектік. Анда бізім айры зонамыз бар, месафе етерлі. Бұл хавеханеде есе масалар бронь етілі вақында таблочықларны тешкеру вақытында қойып чықалар. Бірінші кере тәнбейлеп вековитке қаршы чәрелер ве маска режимі бақылмақ кереклігі ақында хатырлатув. Егер талаплар текрар реайет етілмесе, бозулар ақында акт тізілежек. Дефтерлерні алыңыз, лүтфен. Шымды мен сізге сертификатымызны көстерерім. Эпидемиологик сыңырланувларының тәсері олды. Әлбет, зәречелерінің сайысы эксілді. Многие не понимают, почему. Чоғысылар аңламайлар не үшін мен маска тақмақ керекім дейлер. Бұл чәрелер не үшін керек, насыл ашажамыз. Маскасыз қызмет көстермек ясақ бе біз айны бойле çalışамыз. Шуның үшін де сатувлар эксілі ебет. Тежари мерkezlerini Эркун 20 мобиль группа тешкерелер. Бір группада 2 хадим çalışа. В результате повторной... Текрар тешкеру нәтижесінде жема топланған ве ашап ичкен эпысы ишханелер ве муссилер текрар тешкерілді. Нәтижеде текрар актлар тізілмеді. Кележекте олар Роспотребнадзор идаресіне yollanmayacak. Тежари меркез тарафтан эпысы бозулар doğurtulды. Тек кечкен сене девамында махсус комиссиялар 13 бинге якын чешит идарелерні тешкерділер ве бинге якын протокол тізделер. Олар сон Роспотребнадзор идаресіне yollanıла. Бозулчыларға меморий джиза. Оларның ұшы 60-90 күнгече тоқтатылуы ве аты жинайы иш тайынлене біле. Гузель Мамбетова, Севиля Миметова ве Артур Чалый. Миллет үшін. Курман районы Новоалексеевка койының сакинлері суының кейфетіне шикает етелер. Кранларда ади су еріне сероводородлы су ақаделер ерлелер. Су системасы чоқтан ескірді, ич бір шей бойле ярамай қоқудан құртармай. Ама меселе енді яқын вақытта чезілежек, койде яңы скважина қазылажақ. Бақта Айше Шулакованың репортажы. Мына қоқлап бақыңыз, чүрек сасы, бұрныңыз саламы, оны ичмекнің чаресі жоқ, одан тап демір ашыла. Курман районы Новоалексеевка койының сакинлері қасеветленелер. Оларның фікірінче кранларда сероводород суы ақа. О бірінші бақыштан теміз көрінсе біле, ондан ескерген емірта қоқысы келе. Көйлілер оны тек техник ихтияжларға құланалар. Ат әвлерде бойле чапчақлар тұра. Біз сонки тамжығачы ихтисат етіп қоланамыз. Бізге ичмеге суф олмай. Егер бір кімсе бір ерге кетсе, бізге суф кетірер деп беклейміз. Машинасы олмағанлар койның дегер ұжындан суыны арабатчыға юклеп ташыйлар. Бұ койды ичімлік суф иле екене скважинадыр. Бұл ярамай қоқылы меселе енді 20 жылдан зияды девам ете. Проходилась башня и система. Куле ескірді, система енді бір шейге ярамай тешілді. Хусусан мұнда sıcak суф ебірілген сон, бізде мұнда азба цемент борулар. Олар суф sıcaklығындан ашыла. Бөле тешік ве қопық ерлер көйде чоқ. Борулардан суф yollarga ақа. Оларның алы есе бұнсыз да яқшы дегіл. Ама меселенің чезілуф yolu бар. Ичімлік суф скважинасыны қазмақ үшін Жұмхри бюджеттен енді 5 миллион рублей айырылды. Крым геология энді скважина қазды. Шымды бұл скважинаны Вода Крыма Девлет унитар муисесі қабул етежек. Бұл афта девамында Вода Крыма муисесінің жанкой филиалы келмек ве бұл ағларны бақмақ керек. Бұндан соң сувны açып бақажақлар. Егер сіз ағыр меселені чызып оламасаңыз, венді чешіт идарелерге ярдым сорап, мұрачат еткен олсаңыз, сізге бір кімсе ярдым етмеген олса, бізге телефон ачыңыз ве языңыз. Телефон номеріні ве электрон почта адресіні сіз экранларыңызда көресіз. Біз МД-HTMI ағыларда сізін месаджларыңызны беклейміз. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Милет үшін Курман районы. Қылычлар, оқлар, югенлерінің парчалары, керамика сауытлары ве қадын қызларының илванлары. Судақ Кермени адлы қорық музейде açылған сергіде ilk сефер зияретчілерге қадими уникаль экспонатлар тақдим етілді. Оларны археологлар сонки 3 ел девамында алып барылған қазма ішлер вақтында таптылар. Тарихи артефактларны Лиля Исламова көрді.
Судақ керменінің консул күлесінде тантаналы шекелде қадими уникаль экспонатлар сергісі açılды. Оның серлевасы «Войны невидимой империи» половцы в Крыму в 11-13 веках. Бұ ерде зияретчілерге Қырымда археологлар или тапылған шейлерні илксефер көстерділер. Бұ қылычлар, оклар, югенлерінің парчалары, керамика савутлары ве қадын қызларының илванлары олды. Половцы действительно способствовали. Половцы дегенлері орта асыр шерін кешафында иштирак еттілер. Бұны аңлап олар шерге көчіп мұнда яшадылар. Шер медениетінде бойле чизгилер бар, керамика парчалары веда чоқ мерақлы шейлерні көрмек мүмкін. Сергі уч музейінің Зиманевей лейхасыдыр. Бұ Неаполь-Скифский адлы тарихи археологик музей. Меркезей Таврида музейі ве элбетте Судақ керменінің музейі. Оларның әрбірі тарих огренілігіне ве хатыра сақлап қалуына ось есесіні қошты. Появилась вот такая... Более мерақлы имкан пейда олды. Яқында тапылған бұл тапылмаларны мұнда тақдим етмек ве белі олғаны кебі Судақта евелері пек чоқ қыпчақлар яшайды. Мишур Арби мудернен дефін колюк кедігі, айры мерақ доғыра. Оның 4 ел евелсі Қарасув базар районында Таврида трассасы құрылғанда археологик тетқиқатлар вақытында тапқан еделер. Ири амфора араб язылары еле қылычлар башлық ведігер шейлер. Известно, что... Судақ өз вақтында Половецлер князлығының пайтақты еді. Шының üçün серге айны бұ ерде Судақ кермени территориясында тақдим етіле. Тарихи артефактлар или он комплекс, әрбірі айрыжа уникаль вемерақлы. Эти предметы... Бұ шейлер евелері нешір етілмеген еді, яғни бізім зеретчілеріміз бұ елні ел кечкенлерден олурлар. Олар мұнда тақдим етілгенлеріні алимлерден ве илми хадимлерден евел көрерлер ве тарихке севгілері артар деп үміт етеміз. Судақ керменінде Сергей сентябрінің 30-на қадар девам етecek. Лилия Ислямова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін Судақ. Бүгінге бұйыпсы хаберлер Миллет телеканалындан айрылмаңыз, қарлы ақшам бар.